Ата-анаңның алғысын алмай. Қасиетті Құранда «Маған және ата-анаңа шүкір ет» деген аят бар. Ал осындағы ата-анаңа шүкір ет деген сөз нені білдіреді? Аятты түсіндірген тәпсір ғалымдары ата-анаға шүкіршілік етудің көріністері деп мыналарды көрсетеді. Олардың жанында телефон шұқыламау, яғни көңіл бөлу, айтқандарына құлақ салу, мұқият тыңдау, кез келген мәселеге олардың көзімен қарап, жағдайды олардың деңгейімен бағамдай білу, әңгімелеріне құлақ асу, оларға мейіріммен, құрметпен қарау, олардың барына алғыс айтып, риза болу, құшақтау, екеуіне ең әдемі, жылы сөздеріңізді арнау, оларға қабақ түйіп емес, күлімдеп қарау, тек жақсы жаңалықтарыңызды айтып, қуанту. Кейбір келеңсіздіктерді, жаман хабарларды олардан жасырып қалу, жүректерін ауыртпау, уайымға салмау. Олардың достарына құрметпен қарау, тіпті ата-анаңыз көз жұмып кетсе де олардың жолдастарына құрмет көрсету құптарлық іс болып саналады. Олардың сіздерге жасаған жақсылықтарын үнемі еске алып жүру, ұмытпау. Ренжіткен тұстары болса, ұмыту. Бірдеңені 10 қайтара айтса да, бірінші рет естіп тұрғандай тыңдау, мән беру. Олардың қасында басқалармен сөйлесіп кетпеу, сөздерін бөлмеу, сын айтпау. Олардың жанында әдеп сақтап отыру. Олардың жасын сыйлау. Олардың көзінше немерелеріне ұрыспау. Айтқан ақыл кеңестеріне құлақ түру. Үйдегі маңызды мәселелерді олардың ақылымен, жол көрсетуімен шешу. Оларға дауыс көтермеу. Алдарын кесіп өтпеу. Олардан бұрын тамаққа қол созбау. Олармен үнемі мақтану. Олардың көзінше теріс қарап отырмау. Басқаларға екеуін жамандамау. Аттарын айтпай, жұмсақ сөзбен шақыру. Олардың ұрысқанына, тағы басқа сөздеріне сабырмен қарау, сөз қайтармау. Олар үшін үнемі дұға жасау, тура жол, жақсылық сұрау. Оларға шаршағаныңызды көрсетпеу. Олардың қателіктеріне мысқылдамау, кекетпеу. Өтініштерін аяқ асты етпеу, тапсырғандарын орындау. Алыста болса, оларға жиі барып тұру, жағдайын үнемі сұрап жүру. Олармен сөйлескенде әр сөзге мұқият болу, көңілдеріне қаяу салатын сөз айтып қоюдан тыйылу. Олардың бар болғанына шын қуану, шүкірлік таныту.